Сәлеметсіз бе, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз санның дәрежесі. Көп мүше, яғни 7-ші сыныптағы алгебра курсын қайталау. Оқу мақсаты натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдану. Ол үшін бізге натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қайталау керек. Бірінші қасиеті: негіздері бірдей дәрежелерді көбейту үшін негізін өзгеріссіз қалдырып, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. А-ның m дәрежесі көбейтілген А-ның n дәрежесі тең болады А-ның m қосылған n дәрежесі. Екінші қасиет: негіздері бірдей дәрежелерді бөлу үшін негізін өзгеріссіз қалдырып, дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. В-ның m дәрежесі бөлінген В-ның n дәрежесі тең болады В-ның m минус n дәрежесі. Үшінші қасиет: дәрежені дәрежеге шығару үшін негізін өзгеріссіз қалдырып, дәреже көрсеткіштерін көбейтеміз. Жақшаның ішінде А-ның m дәрежесі, жақшаның сыртында n дәрежесі тең болады А-ның m көбейтілген n дәрежесі. Төртінші қасиет: көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін әрбір көбейткішті осы дәрежеге шығарып, нәтижелерін көбейтеміз. Жақшаның ішінде А көбейтілген Б көбейтілген С, жақшаның сыртында n дәрежесі тең болады А-ның n дәрежесі көбейтілген В-ның n дәрежесі көбейтілген С-ның n дәрежесі. Бесінші қасиет: бөлшекті дәрежеге шығару үшін алымын және бөлімін жеке дәрежеге шығарамыз. Жақшаның ішінде А бөлінген В, жақшаның сыртында n дәрежесі тең болады А-ның n дәрежесі бөлінген В-ның n дәрежесіне. Келесі тұжырымдамаларды есте сақтау қажет. А-ның бірінші дәрежесі тең болады А-ға. Яғни, кез келген санның бірінші дәрежесі өзіне тең. А-ның нөлінші дәрежесі тең болады 1-ге. Яғни, кез келген санның нөлінші дәрежесі 1-ге тең. Егер А үлкен 0-ден және n натурал сан болса, онда А-n үлкен 0-ден, яғни кез келген оң санның натурал дәрежесі оң санға тең. Егер А кіші 0-ден және n жұп сан болса, онда А-n кіші 0-ден, яғни теріс санның жұп дәрежесі оң сан. Егер А кіші 0-ден және n тақ сан болса, онда А-n үлкен 0-ден, яғни теріс санның тақ дәрежесі теріс сан. Дәреженің негізі натурал, бөлшек, теріс сандар болуы мүмкін. Сонымен қатар, кез келген айнымалы дәреженің негізі бола алады. А-ның минус n дәрежесі тең болады 1 бөлінген А-ның n дәрежесіне. Мысалы, 2-ның минус 3 дәрежесі тең болады 1 бөлінген 2-ның 3-ші дәрежесі. Тең болады 8-ден 1. Мысалы, бірінші, жақшаның ішінде минус 2-ның жақша жабылады 5-ші дәрежесі көбейтілген жақшаның ішінде минус 2 жақша жабылады минус 3-ші дәреже. Тең болады, жақшаның ішінде минус 2 жақша жабылады 5 плюс минус 2 дәрежеде. Тең болады, жақшаның ішінде минус 2-ның жақшаның сыртында квадраты. Тең болады 4-ке. Екіншісі, жақшаның ішінде
2-ден 1 жақша жабылады, минус 7 дәрежесі, бөлінген жақшаның ішінде 2-ден 1 жақша жабылады, минус 10 дәреже. Тең болады, жақшаның ішінде 2-ден 1 жақша жабылады, минус 7 плюс 10 дәрежеде. Тең болады, жақшаның ішінде 2-ден 1 жақша жабылады, 3-ші дәрежеде. Тең болады, 8-ден 1. Үшіншісі, жақшаның ішінде минус 1,5-тің жақша жабылады, квадраты жақша жабылады, 3-ші дәрежеде. Яғни, дәрежені дәрежелеу. Тең болады, жақшаның ішінде минус 1,5 жақша жабылады, 6-шы дәрежеде. Төртіншісі, жақшаның ішінде 2 көбейтілген 3 жақша жабылады, минус 4 дәрежеде. Тең болады, 2-ның минус 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің минус 4 дәрежесі. Тең болады, 16-дан 1 көбейтілген 81-ден 1. Тең болады, 1296-дан 1. Бесіншісі, жақшаның ішінде 4-тен 3-тің жақша жабылады, минус 3-ші дәрежесі. Тең болады, 3-тің минус 3 дәрежесі бөлінген 4-тің минус 3 дәрежесі. Тең болады, 27-ден 1 бөлінген 64-тен 1. Тең болады, 2,27-ден 10. Келесі, сіздерге мынадай кері байланыс ұсынылады. 6 тапсырма беріледі. Осы тапсырмаларды орындап, жауабын жазу қажет. Бірінші, берілгені А-ның 8 дәрежесі, көбейтілген А-ның квадраты, бөлінген А-ның 7 дәрежесі. Екіншісі, жақшаның ішінде x минус А жақша жабылады, 7 дәрежесі, көбейтілген жақшаның ішінде x минус А жақша жабылады, 10 дәрежесі. Үшіншісі, 3-тің 4n дәрежесін бөлеміз 3-тің 2n дәрежесіне. Төртіншісі, 3-тің 5 дәрежесі бөлінген 9. Өздеріңіз байқап тұрғандай, мына жерде негіздерін бірдей етіп алу керек. Бесіншісі, 5-тің m дәрежесі көбейтілген 5-тің m плюс 1 дәрежесі көбейтілген 5-тің 1 минус m дәрежесі. Алтыншысы, жақшаның ішінде 7-нің квадраты жақша жабылады, 3-ші дәрежесі. Бөлінген 7-нің 4-ші дәрежесі. Осы 6 есепті дәреженің негізгі қасиеттерін пайдаланып, жауаптарын жазуларыңызды сұраймын. Сәттілік! Тапсырмаларды орындап болсақ, тақтадағы дұрыс жауаппен тексерулеріңізге болады. Біріншісінің жауабы А-ның кубы, екінші есептің жауабы жақшаның ішінде x минус А жақша жабылады, 17 дәрежеде. Үшінші есеп 3-тің 2n дәрежесі. Төртіншісі 3-тің кубы немесе 27. Екі жауапта қабылданады. Бесіншісі 5-тің m плюс 2 дәрежесі. Және соңғы есеп 6-шы
7-ның квадраты немесе 49. Жақсы. Оқулықпен жұмыс. Номері 2-ші есеп. Біріншісі. -5 көбейтілген 0,2-ның -2 дәрежесі. Тең болады -5 плюс жақшаның ішінде 10-нан 2 жақша жабылады -2 дәрежеде. Тең болады -5 плюс 1 бөлінген 100-ден 4. Тең болады -5 плюс 4-ден 100. Тең болады 80 бөлінген 4, тең болады 20. Екіншісі. 7-ның -1 дәрежесі минус 21-дің -1 дәрежесі. Тең болады 7-ден 1 минус 21-ден 1.